Erken aytатын шығар көп нәрсені. Бүгін енді көп айтпай-ақ қояйық. Жеңгемдің еңбегі, анау қазақтар айтады ғой, тастай батып судайсың деген, сондай қыз боп 15 жасында біздің әдебиетке келін боп келді. Негізінде тастай батып судай сіңіп, дүниеге ұл әкеп, қыз әкеп, бәрімізді құрметтеді. Қайынды қайындай, қайынсыңсын қайынсыңдей, еш уақытта өзге бір қарсы сөз айтқан емес. Бізді тек қана тәрбиелеп, тәрбиелеп, үлгі көрсеткеннен басқа ештеңе жаман сөз айтқанымыз жоқ. Мені тетірестейтін, анша-мұнша құрекең ұрса мені жақтайтын, ұрлап кәмпитін беретін. Ол уақытта кәмпит деген дефицит болады. Қант көп, шоколад конфет дефицит. Сондықтан жеңгемнің жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, Алла ризалығын берсін. Балалар аман болсын, жақсы. Ай, красавчик Айбар.